Сәлем жандарым, бүгін біз KFC тауық аяқшаларын дайындайтын боламыз. Қазір енді сағат түнгі 10, әрине мен қазір оның бәрін маринаттап бір күнде үлгермеймін. Қазір бірінші тауықтың аяқтарын маринаттап қоямыз. Енді бұл жерде мен ешқандай рецептке қарамай істеймін деп жатырмын. Мен алдыңғы жолдары енді біреудің рецептін қарап, соны қайталап көремін деп ойлайтынмын. Бірақ енді бұл форматта мен вообще ешқандай жерден қарамаймын. Рецепт просто енді ойыма не келеді, қалай дұрыс болады деп өзім ойлаймын. Солай жаңағыдай KFC-дің тауық аяқшаларын өзім үйде дайындап көретін боламын. Енді қолымнан келеді ма, келмейді ма, қазір енді оны мен де сіздермен бірге білетін боламын. Ал кеттік, сәттілік. KFC-дің заттарын алу үшін бізде далада жаңбыр, жаңа болып жатқан, сол жаңбырда шыққан болатын. Қазір енді жаңбыр қойды, сол жаңағы KFC-ға керек заттар, фрик, пияз, банан алдым, арбуз алдым, соның бәрін алып, қазір енді үйге бара жатырмын. Қазір енді үйде дайындаймыз KFC, ребятушки. Бірге болыңыздар, өте қызық болып болады. Керек заттардың бәрін уже алып келдім. Қазір көрсетемін, енді примерно бізге керек заттар. Мынандай укроп, приправа, так, сухой чеснок, копченая паприка. Маринадқа керек заттар келесі бізде майонез, осындай тұз. Ребятушки, мен жаңа осындай тауықтың аяқтарын сатып алдым. То есть аяқтар емес, это у нас крылышки. Осы крылышкиді ерттім жаңа. Ойбай! Енді мына тауықтың осындай керек емес жерлерін кесіп алып тастау керек. Керек емес жерлері бұл мына жер, кажется. Да. Мына жерін алып тастаймыз. И мына екеуін мына ортасынан бөлеміз. Прикиньте, біледі екен ғой, иә? Біз осыған маринад істейміз. Ал маринад істейтін заттар менде осы жерде. Осының барлығын қосып, еще қазір пияз қосып, чесноктың барлығын араластырып, мынаның ішінде біз маринад істейміз. Мынаны қараңдар, мына жақта кімнің қарап тұрған қараңдар. Что такое, Джонибай? Жедің ғой сен. Уайымдамай қойыңдар, мінекей Джониға да кесіп бердім, турап бердім, жартысын жеді, жартысын бұл қалдырып қойды, түнге қалдырып қойды. Жаңа айттым ғой, мен енді ешқандай рецептке қарап істеп жатқан жоқпын деп ше, ол негізі рас. Шынымен ешқандай біреудің видеосына қарап, немесе қандай екен, осындай KFC сияқты қылып, осындай тауықтың аяқтарын қалай істейді екен деп көріп алған жоқпын. Просто енді логически ойлануға болады ғой. Енді маринадқа не керек? Әрине маринадқа пияз керек, иә. Кстати, қазір менің көзім вообще ашып тұрған жоқ. Знаете, почему? Қараңдар, мінекей былай пиязды жақындатам, қараңдар. Міне. Пожалуйста, спаси и сохрани. Спаси и сохрани, Господь. Міне, вообще менің көзім ашмайды, қарсыңдаршы. Міне. Не үшін деп ойлайсыңдар? Не үшін менің көзім ашмайды деп ойлайсыңдар? Негізі, в обычный доғанда кей кездерде ашиды. Ал бірақ қазір менің көзім вообще ашып тұрған жоқ. Мына пияздан қалай ойлайсыңдар? Как думаете? Комментарияға жазып кетіңдер. Кім табады? Не үшін дәл қазір менің көзімнің ашмай тұрғанын? Сол адам менен 2000 теңге жеңіп алады. Каспийна жіберем сол адамның. Неке бізде примерно осындай болып жатыр. Енді тура осыдан білмеймін, енді KFC-дікі шыға шықпай ма, ребятушки, білмеймін. Өзім де қазір чуть-чуть енді түсінбей тұрмын. Енді қалай істеймін, не қосам бірінші білмеймін. Өйткені бұл видеоның мақсаты ешқандай неге қарамай, рецептке қарамай, осындай тауықтың етін дайындау. Давайте енді маринадқа майонез қосайық, иә? Кетті, жібердік майонезді. Так, сухой чеснокты да ала салайық, мінеке. Чеснок вообще обожаю. Иісінің өзін обожаю чесноктың. Так, сухой чеснок. Паприка. Осындай паприка қосам. Аямай қоса берейік, иә, мынандай. KFC-дікі қызыл ғой. И біздікі де осындай қызыл болсын деп қостым. Так, кинза керек емес шығар. Имбирь қосайық, давайте. Имбирьді де қостым. Қоссамыз маринадқа. Тұз қосамыз. Қолбақты киіп алдым, енді жақсылап араластырамын. Иісі деген просто кайф, ребятушки. Так, енді бізде осындай маринад енді дайын болды. Короче, чеснокта қосып жібердім. Неге енді иісі деген просто кайф, ребятушки. Енді осыны түнімен холодильникке сап қоямыз. Бұл енді холодильникте примерно 15 сағат тұру керек. Яғни қазір сағат түнгі 11, ертең обедте уже бастап жасайын, пісірем. Если что, мына жақта біздің суретіміз тұр. Мынау Джонидің суреті, мынау менің суретім. Енді неудачный.
неудачный деппін ғой. Неудачный, блин, неудачный. Неудачный, это Джонни, как всегда, красавчик. Все жандарым, сол енді ертең біз кездесеміз. Ертең болғанда жоқ, прям ертең кездеспейміз. Бүгін шығады ғой, енді видеоны көре бересіздер ғой. Мен қазір монтажда қосып жүремін ғой. Бірақ, ну, в общем, ладно. Давайте. A few moments later. 12 сағат өтті. Енді қазір кешегі маринадымызды шығарамыз. Енді көреміз. Мен қарандар. Ана қирады, бәрі қират, сындыр. Кетчуп. KFC-ға ұқсап тұр ма мынау? Осы ма KFC? Осы ма KFC? Енді сол Енді осы панировканы жасау үшін маған осындай паприка керек, маған осындай ұн керек и соль керек деген. Енді давайте істеп көрейік. Так, осы ұнға енді мына тауықтарды салып, 1, 2, 3. Мына маринадтың иісі деген. Енді, девочки, вот я вам клянусь, это очень офигенно же. Енді бізге су керек деген. Суды алдым. Тауықтарымызды өйстіп суға салады екен біз, оказывается. Так, енді өйстіп алғаннан кейін тағы да мына жаққа тағы да бүйтіп ұнның ішіне жіберемін. Енді бүйтіп тағы да араластырамын. Қараңдар, девочки мои, смотрите. Айнаттырмын, ребятушка, айттым ғой, бұл менің ең бірінші рет істеп атқан KFC деп. Май қызды болды. Сала берем, ал пісімілі. Кеттік, ал девочки мои, пісімілі. Ойбай, қараңдар. KFC отыр, девочки. Осылай қорғып отыр біздің KFC-міз, девочки. 1, 3. Міне. Уайымдап тұрмын, ребятушки, уайымдап тұрмын. Кішкене қобалжып тұрмын. Давайте, жеп көрейік енді, бісміллә. Я вам отвечаю. Мынау үшін деп айтайын. Мына тауықтар, то есть менің істеген домашний тауығым, мынау KFC-ге қарағанда мың есе вкуснее, ребята, я вам клянусь. Екінші партия тоже дайын. Қазір шығарамыз енді пісіріледі. KFC 100 раз, 1000 раз деп. Так, неге қыздар менің қолымнан келді, представляете? Менің еді қолымнан негізі осындай. Мен басында жем қорқып қой берді. Қайда? Ана түсіреді ау жүрмейді. Маған да бер деп атыр. Сен жемейсің ғой бұндай, уже піскенді. Кеше бердім осыған шексін. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Неге өте керемет шықты. Құттықтап қойсаңыздар болады. Енді дәмі деген енді вообще айтаман. Все, всех люблю. Еще, кстати, ойбай, менің жаңағы каналыма подписаться етіп, осы видеоға лайк басып, және ең керемет комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен дейтін барлығын оқып отырамын, сіздерге де жауап қайтарамын комментарийда. Все, жандарым, сол, всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.